қандай өздерің өзгеріс байқады ма? Алға қарай ілгерілеушілік байқалды ма? Сенімдірек болып шамалы алаңда. Біріншіден бүгін барлық ойыншыларды және жаттықтырушыларды осы бірінші лига Қазақстан бірінші лигасының ашылуымен құттықтаймын. Және ойындарға келетін болсақ, ана жылға қарағанда бізде Байқоңыр командасында алға қарай жылжу, ілгерілеу бар. Физикалық тұрғыда және балдар өз-өздеріне ана жылға қарағанда сенімдірек алаңда батылырақ қимылдауға өз алға қарай қозғалыс бар. Енді бүгінгі Қызылжар командасымен біз Шымкентте өткен кубокта да кездескен болатынбыз. Енді Қызылжар дегенмен енді тәжірибелі команда ғой, олар сол тәжірибенің арқасында бізді алды деп, ұтты деп ойлаймын. Және осы балдарға ризамын ойынның соңына дейін ойнағанына. Және де жанкүйерлерді келесі ойында біз ренжітпейміз деген үміттемін. Жаттықтырушы үзіліс кезінде қандай ұсынып берді ойынға? Жаттықтырушы бізге жігерлендіретін өзінің сөздерін айтты. Ойын біткен жоқ, ойын бір бөлімнен тұрмайды, екі бөлімнен тұрады. Және сол сөз бізге қосымша күш беріп, екінші таймда есеп теңестіруге тырыстық. Дегенмен де қолдан келген жасадық, өкінішке орай нәтижесін бермеді. Жұмыс істейміз деген ойдамыз осы ойында болмау. Бірінші лиганың командалардың барлығы чемпионатте жиылды еді. Былтырғы жылмен салыстырғанда қалай деңгейі өскен бе командалардың? Әрине өскен. Өткен жылға қарағанда қазір жылдам футбол барлығы. Сол жылдамдық жағынан және де тактика жағынан командалар өзгерген алға қарай. Келесі ойын кіммен қандай шешім шығарасыңдар ма, қателіктерді ескеріп? Келесі ойын Екібастұздың командасы сырт алаңда Құдай қаласа өткен жылы жеңіске жеткен болатынбыз. Осы жылда сол жеңіс үшін барамыз, жанкүйерлерімізге қуаныш сыйлаймыз деген ойдамын.